Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев көшкін жағдайларына байланысты жұмыс сапарымен Шығыс Қазақстан облысында. 13 сәуір 2024 жылы Риддер қаласына сапармен келді. Қалалық төтенше жағдайларды ескерту және алдын алу жөніндегі шұғыл әрекет ету жедел штабының қызметтері дайындалған. Министр күштер мен құралдардың даярлығын бағалап, Ульба және Громатуха өзендері бойынша телімдердің көшкін жағдайымен танысып, ЛК ГЭС-ына барды. Қала аумағында 2 су қоймасы және 2 қалдық қоймасы бар. Малоубинская, Быструшинская, Таловская, Чащинская. Көшкінге қарсы шаралар ақпан айында басталып кеткен. Арықтарды тазарту, су өткізетін құбырларды тереңдету және оларды төсеу бойынша жұмыстар жасалған. Бүгіндері көшкінге қарсы шаралар Ботаника, Гавань, Ульбастрой, Дасаф аудандарында өткізілді. Сонымен қатар Бутакова ауылында Ульба өзенінде жару жұмыстары жүргізілді. Бұл телімдерде күнделікті мониторинг жүргізіледі. Қажетті мамандандырылған техника көшкін кезеңі жүріп жатқанда белсенді жұмылдырылған. 2000 бірліктен астам қаптар, 100 тонна инерттік материалдар дайындалған. Қалада көшкін қауіпті және төтенше жағдайлар орын алған жағдайларға эвакуациялық бекеттер белгіленген. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев жалпы Риддерде көшкін жағдайы тұрақты әрі бақылауда екенін ескерді.